Мен осы қазіргі таңда Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында жұмыс жасаймын. Актрисамын. Осы театрда мен 2009 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Бұйыртса бір 16 жыл болған шығар жұмыс жасап жүргеніме. Актриса болуды мен армандаған жоқпын. Ол актрисалыққа мен өзі кішкентай кезім жақын болатынмын. Осында келгеннен кейін, осы Алматыға келгеннен кейін мен туған әпкем қолынан жетектеп, осы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академияға мені түсірді. Махаббат қызық мол жылдар спектаклін ойып тұрып айта аламын да. Меңтай рөлі, мысалы, өзімнің оң жамбасыма келеді, өзінің мінезіме келеді. Әрине, бұл айтпақша мен сол Махаббат қызық мол жылдар спектакль туралы айтқым келіп отыр. Мен ол кезде өзім түсірілімде болатын. Түсірілім осы Алматы облысы Қастек ауылында болатын. Сол түсірілім кезінде осы Махаббат қызық мол жылдар спектакліне дайындық басталып кетті да. Маған өте қиын болды. Себебі мен жаңа Қастекке кетем таңертең сағат таңғы 5-те тұрып, 6-та 7-те сонда болды, 7-те жаңа мотор лақсап кетеді. 2,5-2 сағаттық жол ғой. Содан барам да, өзінің сахналарымды ойнап, осы жерге келем ғой. Өте қатты қиналдым, шыны керек. Өйткені мына жерде киноның тексті, мына жерде спектакльдің Махаббат қызық мол жылдар спектакльдің тексті. Менің есімде бір қызық жағдай, әрине қазір күлесің ғой, бірақ сол кезде өте қиын болды. Мен трассада бұл жаңа бәрін бүйтіп скотчпен жабыстырып, жаңа Махаббат қызық мол жылдар пьесасын сөйтіп машинаға бүйтіп іліп қоятын. Инемен есеймді, есіп келе жатып, бетіп жаттайтынмын ғой. 6-да, 6:30 спектакльде, 6-да мен дайын отырдым да, кәдімгідей грим, костюм бәрі дайын отырдым, мамаларым бар, 10 кісі алып келді. Мысалы, сондай нәрселер болды да. Сол кезде маған айтты, режиссер, бүгін сен ойнамайсың, бүгін басқа актриса ойнайды деген сияқты нәрселер болды. Әрине, бұл актриса үшін ол енді актриса ондай нәрседен сынады, немесе жеңіп шығады. Мен ойлаймын, бұл нәрселерден, бұл қастандықтан кейін мен жеңіп шықтым деп ойлаймын. Мен реакциям мынандай болды да, жарайды, жақсы, хорошо, ойнаса ойнай берсін деді. Бірақ ішім деген өртенді ғой сол кезде. Мен өзімнің гримеркама есімді бақырып жылаған кезім болған. Театрға Талғат Теменов, білесіздер ғой, режиссер атақты, иә, Махаббат станциясының режиссері, сол кісі алған болатын. Айтты маған, Гүлбахрам, бұл театрда сен қасқыр болмасан, сені талап жеп қояды деген. Сол әлі күнге дейін мына жерде менде. Өнерде менің ойымша жүрек таза болу керек деп ойлаймын. Ешкімге жамандық тілемей, мына жер таза болу керек та. Өйткені өнер таза емес адамдарды қабылдамайды. Болмайды, қазір көрерменді алдай алмайсың. Вообще алдай алмайсың. Сондықтан да бар жан тәнімен сен беріліп ойнауың керексің деп ойлаймын енді. Қайт тез бол. Аямайын мен сен, ұқтың ба? Не концерт қоймасың, позор шығар. Ішкенің алдында, ішпегенің артында. Не жетпейді саған? Сонда сен үшін салонға аламаңызса? Не енді? Бәрі менің бақытсыздығымда. Охрана! Өзің емес пе? Сүйем, күйем, онсыз өмір сүре алмайым деп кеткен. Өлсең сояқтан шықсын сүйем. Енді ол нәрсе, ол үлкен қазіргі қоғамдағы сұрақ, үлкен актуалды жағдай. Ондай жігіттерге айтарым, енді өзімнің көзқарасым мүлде қарсымын. Бұл қыздарға да айтарым, бір рет сондай қол көтерілген болса, негізі бірден қашыңдар дегенде. Енді қалғаны ол отбасылық өмірде болады, өмір болғаннан кейін қалған проблемалар болады, барлығы. Бірақ дәл осы қол көтеру жағынан алатын болсақ, ол кешірілмейді деп ойлаймын. Енді өзімнің алған әсерім
бағанағы бардым, түстім, өз ішімдегі жаман энергиялардың барлығын шығардым. Сол арқылы көрермендерге осы образ арқылы өздерінің бет бейнесін көрсе екен деген ойда болдым. И әйел қауымына да, ер адамдарға да бір жақсы бір сабақ болса екен деп ойлаймын. Енді осы жылдан бастап өзіме сөз бердім, мен тек қана жақсы образдарды ойнаймын деп. Қазірде ұсыныстар түсіп жатыр, сондай рөлдерге, антагонист рөлдерге, олардың барлығынан бас тартып жатырмын. Енді бұйырса 2025 жылы тек қана жақсы проекттерде көресіздер, жақсы рөлдерде, жақсы адамның рөлінде. Ол дұрыс. Мысалға, шетелдік Голливудтың шетелдік актерлары лайық. Джейсон Стэтком. Оның образын көрдіңіз бе? Мысалы басқаша ойнаған жоқ. Барлық фильмде бірдей, бірақ халық соны жақсы көреді. Халық оған барады, оның фильмдерін көреді. Образ жасамайды ол фильмдерде. Сол бір түрмен ойнап шығады. Джеки Чан, мысалға, ол жерде де қатты образ жасамайды, бірақ Джеки Чанда өзінің харизмасы бар, соған байланысты көреді. Енді Дариға апайымыздың да өзінің бір ерекше харизмасы бар, қазақ әйелінің бір керемет образын көрсетеді. Сондықтан менің ойымша ол өте дұрыс, солай есте қалады, солай қалады. Басқа жағынан енді ол кісілерге ештеңе біз айта алмаймыз. Сондықтан ол тоже жақсы, нормальное явление дейікші. Ол өнерде ондай болады.